Сәлеметсіздер ма? Мен бүгін сіздерге картошканы фольгамен орап духовкада пісіріп көрсетемін. Егер де сіздер қуырылған картошка майлы болса, суға піскен картошка жалығып кетсеңіздер, бұл бүткіл отбасыларыңыз үшін таптырмайтын жеңіл тамақ. Гарнирға болса да өзін салатпен жесе де болады. Ол үшін бірінші картошкаларды жақсылап жуып аламыз, қабығын ашымай. Тек әр жерінде алып тастайтын жер болса, көкшіл жері болса, соны алып тастаймыз. Мынандай фольганы аламыз да, фольганың ішін маймен жағамыз, түбін май жағамыз да, әр картошканы үсті фольгаға орап шығамыз. Фольгаға бәрін орап шығып, картошканың бірдей көлемде болған жақсы пісуге 200 градусқа 40-50 минутқа қоямыз. Оның піскенін қасықпен басамыз, фольганың сыртынан жұмсақ болса піскені. Әзірше салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізде дейтін зелен, менде деген петрушка және укроп. Оның үстіне чеснок саламыз, бұршымызды, тұзымызды саламыз. Сіздерге қандай не жақсы ұнайды, приправа қоссаңыздар болады. Және қаймақ қосамыз. Қаймақ қосып, бәрін араластырамыз. Майонез емес, майлы емес, дүкеннің кәдімгідей 15-20% қаймағы болса жеңіл болады. Содан кейін піскен фольгамызды алып, осылай кесеміз, ашып аламыз да кесеміз. Негізінде рецепте ашпай кескен деген, бірақ ол ыңғайсыз. Осылай кесемізде әрбір картошканың үстіне бір үлкен тола қасықтай жаңағыдай салмамызды саламыз ортасына кескен жерімізге. Бетін жаппаймыз, осылай қоямыз. Және содан 5-10 минутқа қойып аламыз духовкаға. Өте жеңіл, гарниріміз дайын, өзін жесе де болады салатпен. Тарелкаға қойғанда осындай фольгасымен қоямыз, себебі ыстықты сақтап тұрады. Жасаңыздар, көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Менің отбасыма ұнады, кішкентай қызымда жеді, жолдасыма да ұнады. Жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ерекше гарнир болып келеді. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған үміткен.